Облыс әкімі Даниал Ахметов аппараттық кеңес өткізіп, оның барысында бірқатар маңызды сауалдар талқыланды. Жылу мерзіміне және жаңа оқу жылына даярлық, өңірлердегі, оның ішінде Ридзердегі медициналық кадрлардың тапшылығы. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау саласындағы кадрлар тапшылығы 250-ге жуық адамды құрап отыр. Көбінде дәрігерлер Өскеменде және Ридзерде, сонымен қоса кейбір ауылдарда жетіспеуде. Өңір басшысы қалалар мен аудан әкімдеріне дәрігерлерге баспана құрылысы сұрағын және тек ауылдарда ғана емес, қалаларда да қолдау қаражаттарын бөлуді қарастыруды тапсырды. Қазір Ридзерде түрлі саланың 13 дәрігері жетіспейді. Потребность во врачебных кадрах на 1 июля. Дәрігерлер кадрының қажеттілігі 1 шілдеге қараған күнге 243 штаттық бірлікті құрайды. Оның ішінде ауылдық елді мекендердегі кадр тапшылығы 72, Өскемен қаласында 153, Ридзерде 13 адамды құрап отыр. Ағымдағы жылы Семей қаласының университетінің берген мәліметтері бойынша Шығыс Қазақстанға 2022 жылдың 91 түлектері бөлінетін болады. Оның ішінде 71 бакалавр, 62 дәрігер. Анестезиология, хирургия, реабилитология, инфекциялық аурулар және тағы басқа мамандықтар бойынша 20 резидент бөлінеді. Осылайша, жоғарыда аталған мамандардың өңірге келуінен соң Шығыс Қазақстанда кадр тапшылығы 152 адамды құрайтын болады. Вот у нас в этом году придет 91 человек. Міне биыл өңірге 91 адам келеді. Егер Өскеменде дәрігерлер тапшы болса, осы қалаға бөліңіздер. Жартысын болсын, көпшілігін болсын. Оларға баспана керек болса, беріңіздер. Өскеменде дәрігер аз. Сол себепті үнемі кезек пайда болады. Сол мәселе бар. Наразылық туындайды. Сондықтан 10 күннің ішінде осы 91 түлекті қайда, қалай бөлетіндеріңізді қысқа бағдарламада белгілеп, маған есеп беріңіздер. Аса маңызды сұрақ қыс мерзіміне даярлық. Әлеуметтік және білім беру нысандары, медициналық мекемелер 100%-ға дайын. Күллі облыстың 70%-ға жуық тұрғындары өз қажеттіліктеріне көмір сатып алған. Энергетика және тұрғын үй коммуналды шаруашылығы басқармасы тұрғын үй қорының жылу мерзіміне даярлығын бақылауды ұстауда. Шығыс Қазақстан облысы әкімі тағы да атап айтты. Даярлық төлқұжатты барлық үйлерде болуы тиіс. Ридзерде жылу мерзіміне көп пәтерлі үйлердің барлығы дайын емес. Бүгінгі таңда Өскеменде 4-9 мың тонна көмір, Ридзерде 4-8 мың тонна көмір, Глубокая ауданында 711 тонна, Алтайда 3-7 мың тонна көмір, Шиманайхада 900 тонна көмір бар. Жақсылық, ваша задача. Работайте. Сіздердің мақсаттарыңыз жұмыс жасаңыздар. 48% бұл өте аз. Онымен қоса 5 мың тонна тағы бар. Ол жақсы. Дер кезіндегі жарнаманы ұйымдастырып, әрі қарай тыныш жылжу керек. Енді үйлердің жылу мерзіміне даярлығын анықтау керек. Аптасына 1 рет қала әкімдерінің орынбасарларының селекторлық кеңесін өткізіңіздер. Біріншіден, үйлердің дайындық төлқұжатын алуға, екіншіден, жылу тораптарының дайындығына және үшіншіден, шағын қазандықтардың дайындығына қатысты. Биыл Шығыс Қазақстан бойынша 20 әлеуметтік және мәдени нысандардың құрылысы жүргізілуде. Ридзерде 6-шы ықшам аудандағы нөмірі 11-ші жалпы білім беретін мектептің құрылысы аяқталып келеді. Ол 1-ші қыркүйекте есігін ашады. Жаңа оқу орнында мемлекеттік және орыс тілдерінде 600 оқушы білім алатын болады. Ридзерде бұрыннан жаңа мектеп салынбаған. Дмитрий Горьковой, қазіргі әкім, тәуелсіздіктің 30 жылдығында жаңа мектептің құрылысын аяқтаған ең бірінші әкім. Үлкен мектеп салынды. Келешекте тағы бір жаңа мектептің құрылысын жоспарлаңыз. Ридзерде жаңа мектептің, жаңа аурухананың құрылысы ешқашан болмаған. Құрметті әріптестер, әрі қарай жұмыстарыңызды жалғастырыңыздар. Біріншіден, мектептердің жаңа оқу жылына даярлығын тексеріңіздер. Екіншіден, аз қамтылған отбасылардың мектепке қажетті әрі қысқы кезеңге қажетті киімдермен қамтылуын тексеріңіздер, яғни әлеуметтік мінездегі мәселе туындамасын. Және үшіншіден, оқулықтардың болуын тексеріңіздер. Даниал Ахметов қала және аудан әкімдеріне барлық білім мекемелерінің жаңа оқу жылына даярлықтарын тексеруді тапсырды. Сонымен қоса, көп балалы отбасылардың мектеп формасымен, аяқ киіммен және кеңсе тауарларымен қамтылу сұрағында. Айрықша бақылауда өңірге оқулықтардың жеткізілуі.